Дінді саяси мақсатта пайдалану үдерісі ертеден бар құбылыс. Бұл құбылыс қазіргі таңда да бар. Саясиланған діни түсінікелер теріс ағым өкілдері болып табылады. Олар қоғамдағы ахуалға байланысты өз көзқарастарын бұрмалап, жасырып көрсетеді. Ғылымда конспирация деген термин бар. Бұл белгілі мақсатқа жету үшін өздерінің идеологиясын уақытша жасыруды білдіреді. Бұл құбылыс елімізде тәуелсіздік алған жылдан бері деструктивті діни ағым ұстанушылар тарапынан түрлі сипатта көрініс тапқаны белгілі. Егемендіктің алғашқы жылдары заңның осалдығына байланысты деструктивті діни ағымдар өздерінің радикалдық көзқарастарын ашық түрде баяндаса, кейіннен заң күшіне енгеннен соңғы жылдары олар өздерінің радикалдық көзқарастарын ашық емес, яғни өздерін байсалды ретінде, радикал емес кейпінде көрсетуде. Яғни өз мақсаттарына жету үшін қазіргі таңда қой терісін жамылған қасқырдың рөлін сомдауда. Бұл саяси түсінік болғанымен, деструктивті діни ағым ұстанушы қарапайым азаматтар санасында белгілі бір діни үкім ретінде орын алған.